Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео үй жағдайында лимонды қалай күтіп баптаймыз, қалай суғарамыз, қалай көбейтеміз, гүлдеу үшін қандай дәрумендер береміз, жеміс ашып, гүлдемесе жеміс ашпайды ғой, енді гүлдеу үшін қандай дәрумендерді пайдалану керек. Менің бір көрермендерім өтініш қылған екен, лимонның күтімін айтыңызшы, үйде өсетін лимонның күтімін айтыңызшы деп. Соны осы видеода айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді комментариядан сұраңыздар. Қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің осындай пайдалы видеоларым өткізбей көруге болады. Сіздерге ескерту болып, уведомление болып барып тұратын болады. Лимонды үй жағдайында қалай күтіп баптаймыз? Лимонның негізі өте түрі көп. Барлығын үй жағдайында егіп, үй жағдайында күтіп баптау мүмкін емес. Себебі бұлардың да үйде дұрыс өсетін түрі бар, үйде дұрыс өсе алмайтын түрлері бар. Сол себептен, мысалы, келеді ғой үйге лимон өзімізге жеуге әкелеміз, магазиннен, базардан болсын, дәндерін алып, осылай топыраққа тықсаңыздар, ол өсе береді. Шыға береді, өне береді. Бірақ бұлардың да түрлері өте көп. Үйде өсе алатын түрлері бар. Өскенде қалай? Қатты капризный емес түрлері бар. Қатты капризный түрлері бар. Сол себептен барлық лимон подряд үйде өсе береді деген сөз емес. Сол капризный емес түрін, үйде ғана өсетін түрін алып бақсаңыздар болады. Негізінде үйде өспейтін түрлері өте қатты биік болып өсіп кетеді. Кейбіреулерде енді болады ғой, қатты жантанмен беріліп күтіп баптайды. Лимондар негізі күтімді қатты қажет етеді. Қандай түрі болмасында, сол үшін сондай болып өсіп жатса, мысалы, сіз любой бір лимонды әкелдіңіз, ектіңіз, ол осылай бүршік атып өсті, өсе келе жаңағы бүкіл осындай каналдардан болсын, әйтеуір интернеттен болсын күтімін алып, дәл солай күтіп баптап жақсылап өсіріп атсыз, ол қанша дегенмен ол үйде өспейтін болғандықтан, ол жаңағы 2-3 метрге шейін биіктік тал болып кетуі мүмкін. Сол себептен любой лимонды әкеп топыраққа тығам болды өсіре берем деген сөз емес. Өзі үйде өсетін кәдімгі декоративный лимондар бар. Солардың ұрығын алып ексеңіз болады. Не болмаса, сразу дайын базардан үйде өсетін лимонды кәдімгі көшетін сатады ғой, кәдімгі осындай горшоктарда гүл секілді қалып. Сол әкеп үйде күтіп баптасаңыз болады. Әсіресе осы домалақ тәріздес түрі күтімге, жаңағы үйде өскенге өте қолайлы болып келеді. Сопақша түрі, әртүрлі түрлері бар. Жаңағы қабықтары қалың болып келетін түрлері бар. Не болмаса, жаңағы груша секілді сәл сопақтау мұрт несі бар, үшкірлеу ұшы барлары бар. Енді қазір оның бәрінің атын тізіп мен бұл жерде айта алмаймын, бірақ дәл осы түрі үйде өскенге өте қолайлы. Лимондар негізі күтімді қаттырақ қажет етеді. Себебі лимондар онша-мұнша жағдайда тез стресс алып, тез ауырып қалады. Сол себептен үйде бағу үшін алдымен бірінші күтімін жақсылап біліп алыңыз. Одан кейін ғана сатып алсаңыз болады дегенім ғой. Лимондар үйде өскенде, мысалы, жарық жерде өседі. Барлық гүлдейтін гүлдер секілді бұларды да күтіп баптайсыз. Жарық жеткілікті болса, гүл ашады. Ол гүлден осындай сіздерге жеміс береді. Ал енді жарық қандай болу керек бізде? Жарық кәдімгі ыстық терезенің алдына қоюға болмайды шілденің күндерінде. Ал былайша жаңағы қалай дейді, жарық бөлмеде тұру керек. Жарық бөлмеде тұру керек. Қыстың күндері егерде жарық жетіспесе, қосымша жарық беру керек. Себебі бұларда қыста кейбіреулері демалады, кейбіреулері қыстай демалмай гүлдей береді. Сол себептен жарық өте міндетті, өте қажет. Одан кейін біздің лимондарымыз
горшок таңдағанда да тар горшокта отырады. Әрине тамырлары қатты дәу болмайды бұлардың, сол себептен өзіне лайықты горшок таңдау керек, тамырына лайықты. Егер де тамырына лайықты горшок таңдамасаңыз, тамыры шіріп кетуі мүмкін, не болмаса жоғары қарай кәдімгі гүлдер секілді өспей, өскін бермей қалуы мүмкін. Әрине қатты терең горшок таңдамаймыз, себебі тамыры жан-жанына қарай өсетін болғандықтан. Жалпақтау горшок, бірақ қатты терең емес горшок таңдаймыз. Әрине горшоктың жартысын дренажбен толтырып қойсаңыз да болады. Топырағына келетін болсақ, кәдімгі суккулентті гүлдердің топырағы жарай береді, және де жаңағы өзіне борпылтатқыштар қосып, жеңіл топырақ жасап отырғызсаңыз болады. Ауа өткізгіш, су тұрмайтын, тамырын шірітпейтін. Мысалы, суккулентті гүлдерге арналған топырақты аласыз, оған 20-30% перлит қосыңыз, не болмаса вермикулит қосыңыз, сосновый каралар қосыңыз түрлі. Негізі караның майдарағын қоссаңыз тіптен жақсы болады, себебі топырақ өте жеңіл болады. Тамырдың дамуына кедергі келтірмейді. Егер де ірісін қоссаңыз, оларда кәдімгідей ірі болып арасында жүреді, олар тамырға кедергі келтіруі мүмкін. Ал енді лимондар неғып стресс алады, не үшін бұлар жапырақтары сарғаяды? Бұларда кәдімгі даланың өсімдіктері сияқты күзге қарай өзі өсу процесі солай, жапырақтарын сарғайтады. Бірақ сквозняк болсын, не болмаса бір қыстың күні терезені ашып үйге ауа кіргіземін деген кезде, сол кезде лимон сол жақын арада тұрса, резкий температураның төмендеп кетуіне, бөлменің салқындап кетуіне, қатты бірден ысып кетуіне, сондай жағдайлардан стресс ала береді. Бұл себебі жаңа айтып өттім, сәл бір нәрсе болса болды, солай стресс алады, қатты күтімді қатты қажет етеді. Әсіресе жаздың күндері көбіміз терезені ашып отырамыз. Сол кездерде әсіресе осы лимонды сквозняктан қатты сақтау керек. Себебі жел тимеу керек бұған, сквозняк тимеу керек. Солай сквознякты мүлдем ұнатпайды. Суды дұрыс құймасаңыз да, жапырақтары қаттырақ шөлдеп қалса, жапырақтары оралып қалады. Сөйтіп жаңағы шөлдегенін білдіреді. Енді олай қатты шөлдеп қалған жағдайда суды негізі уақытылы құйып тұру керек. Егер де сіз уақытылы құймасаңыз, жаңағы жапырақ тастау, жапырақ оралу деген нәрсеге жолығасыз. Сол себептен топырақтың беткі жағы кепкен кезде су құйып отыру керек. Қолмен кәдімгідей тексересіз топырақты, егер де кепкен болса су құясыз. Астыңғы жағында үнемі ылғал болу керек. Астыңғы жағы қатты кеуіп кетсе, жаңағыдай жапырақтары оралып, белгі береді. Ондай кезде не жасаймыз? Егер де сіздің лимоныңыз қаттырақ шөлдеп қалса, үлкендеу ыдысқа, кәдімгі лимонның горшогы сиятын үлкендеу ыдысқа астынан су қарасыз, су құйып, лимонды соған салып қоясыз горшогымен. Ол өзі топырағына барлық керекті суды тартып алғаннан кейін шығарып қоясыз. Жаңағыдай стресс алған кезде де солай жасасаңыз болады. Егер де солай стресс алып жатса, жақсылап суғарып аласыз, керекті дәруменін бересіз. Дәрумен бермес бұрын алдымен топырақты кішкене ылғалдап суғарып аласыз. Содан кейін жаңағыдай ауырып, стресс алып тұрса, кәдімгі сыртынан үлкен қылып, жақсылап суғарып, үлкен қылып бір бұрышқа шетке таман қойып, сыртынан пакет кигізіп, не болмаса бір үлкендеу бір сондай парник жасап қойсаңыз болады. Өзіне өзі келгенше де, өзіне өзі келгеннен кейін жаңағы парникті алып тастайсыз, бірақ уақытылы су құйып отырасыз. Ал енді дәруменге келетін болсақ, дәл осы лимондарға арналған гүл сататын магазиндерде өзіне әдейі арналып жасалған дәрумендер бар. Оның ішінде бәрі меру, өзінің керек дәрумендері бар. Бұлар гүлдеу үшін, бұларға фосфор менен калий керек. Әрине сол дәруменнің ішінде олар да бар. Сол үшін өзінің дәрумен алып бергеніңіз дұрыс болады. Себебі любой нәрсені құя берудің қажеті жоқ. Әрине жаңағы ағаштың күлі болады, себебі ағаштың күлінде де калий өте көп болады. Фосфор да болады, калий да болады. Оны да анда-санда беріп тұрсаңыз болады. Ағаштың күлі, ол қандай ағаш? Гүлдемейтін ағаштардың күлі. Жеміс бермейтін, гүлдемейтін ағаштардың күлі. Өзіңіз қолдан жасап, өртеп, үйдегі кәдімгі әшейін талдарды өртеп жасап алсаңыз да болады. Басқа нәрселерді қосуға болмайды бірақ. Таза ағаштың күлі болу керек. Соны 1 литрге 1 қасық ас қасық араластырып,
құйып отырсаңыз болады. Не болмаса өзінің лайықты, өзіне жаңа арналып жасалған дәрумені бар. Сол дәрумен алып қойсаңыз, ол деген көпке жетеді. Одан кейін біздің лимонымыз жапырақ және гүлдеу үшін бұны кесіп отыру керек. Қыста, күзде кесіп отыру керек. Лимонымызды біз кішкентай күнінен кесіп формаға келтіруіміз керек. Кішкентай күнінен, мысалы, астындағы 4 жапырағын қалдырып, үстіндегі точка рост дейді ғой, соны кесіп тастау керек. Күзге қарай кесесіз, қысқа қарай бұлар кішкене демалысқа кетеді. Сол кезде жаңағы су көп құймаймыз, бірақ тексеріп тұрамыз. Әрине қатты құрғатып жіберуге де болмайды. Егер де дәл осындай дәу болып өсетін болса, сіздер сыртқа қарай шығып жатқан сабақтарын қалдырасыздар, бірақ олардың да ұшын кесіп отыру керек. Әрине түбімен кесіп тастамайсыз, ал мынау сабақтың ортасына қарай шатасып өсіп жатқан сабақтарын түбімен кесіп алып тастауға болады. Сөйтіп барлық сабақтарын күзге қарай ұштарын кесіп отырасыз. Ол енді сізге, мысалы, сіз дәннен егесіз, 1-2 жылда дереу сізге жеміс бере қоймайды ғой. Сол кездерде кесіп формаға келтіріп отырасыз. Гүлі болса, жемісі болса кеспейсіз. Бірақ лимонның бір жақсы жері, бір жағынан осындай сап-сары пісіп тұрған жеміс беріп жатса, бір жағынан гүлдеп жатады. Тынбай жұмыс істеп жатады, былайша айтқанда. Жан жақтан жұмыс істеп жатады. Бір жағынан гүлдеп жатады, бір жағынан кәдімгідей жап-жасыл түйін салып жатады, бір жағынан сап-сары ғып жеміс беріп жатады. Сондай кәдімгідей жан жақты жұмыс істейді. Мысалы, кәдімгі қарапайым үйде өсетін гүлдер жапырақ ашқан кезде гүл ашпайды, гүл ашқан кезде жапырақ ашу тоқтайды. Сол секілді. Сондай емес та бұлар енді. Бұларда тынбай солай жұмыс істейді. Енді бәрін айттым, көбею жолын онсыз да белгілі. Кәдімгідей сол ұшынан кесіп алған сабақтарында суға салып, не болмаса осындай жеңіл топырақтарға тамырлатсаңыздар болады, не болмаса жаңа дәннен өсірсеңіздер болады. Дәннен өсірген әрине ұзақ уақыт алады, ал жаңағы ағашынан, сабағынан, бұтағынан кесіп алып тамырлатқан кішкене жылдамырақ болады. Әрине қатты жуан ағашты тамырлатуға болмайды. Орташа, сәл мықтылау, бірақ қатты жіңішке емес, қатты жуан емес сабағын тамырлатсаңыздар болады. Қатты ағаштан кеткен жуан сабағы ол енді тамырлау екіталай. Егер де дәнінен отырғызатын болсаңыздар, дәнін алдымен кептіресіздер. Кепкеннен кейін жаңағы стимуляторлар болады, соларға салып жібітіп 5-6 сағатқа жібітіп алсаңыздар болады. Олар мысалы эпинге салып жібітсеңіз болады, не болмаса цирконға салып жібітсеңіз болады. Әсіресе цирконға салып жібітсеңіз тамырлауы жақсы болады және өсуі де жақсы болады. Айтып өттім ғой, жаңа стресске ұшырағыш болып келеді лимондар. Сол себептен осы эпин, циркон почти что сіздің қолыңызда болғаны дұрыс та. Жаңағыдай сквозняктан, не болмаса жаңа орын ауыстырғаннан, үйдің ауасы не бірден төмендеп, бірден ысып кеткеннен, қонақ келгенде ысып кетеді ғой, сондай жағдайларды ұнатпайды. Сол кездерде осы эпин, циркон шашып, бір қалыпқа келтіріп ұстап отырсаңыздар болады. Ал енді пересадкасына келетін болсақ, пересадканы кішкентай лимондарға жылда 1 рет істейсіздер. Жылда 1 рет горшогын, топырағын ауыстырып тұрасыздар. Ал дәл осындай 3-4 жылдық уже жеміс беріп жатқан үлкен лимондарды 2-3 жылда бір ауыстырасыздар.